Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 95 сабақ зат есімнің жекеше және көпше түрі. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Зат есімнің жекеше және көпше түрі. Бүгінгі тақырыптан зат есімге көптік жалғауларын жалғауды үйренетін боламыз. 45-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Төлдерім. Бота төлі түйенің, құлын төлі биенің, қойдың төлі қозыны момыным деп білемін. Бұзау төлі сиырдың, ырыс құты үйімнің, ешкі төлі лаққа шынағым деп сүйіндім. Зат есімдерді тап, оларды зат есімнің көпше түріне айналдырып айт. Бұл өлеңде зат есімдер бота, түйе, құлын, қой, бие, бұзау, сиыр, ешкі және лақ. Енді осыларды көпше түрде айтайық. Бота, боталар, түйе, түйелер, құлын, құлындар, қой, қойлар, бие, биелер, бұзау, бұзаулар, сиыр, сиырлар, ешкі, ешкілер және лақ, лақтар. Келесі 46-шы жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Түйе төрт түліктің бірі, ол шөлге төзімді. Түйенің сүтінен шұбат жасалады. Келесі 47-ші жаттығу. Көптік жалғауларының тиістісін қойып, сөйлемдерді жаз. Бұл жерде бізде сөйлем берілген, сөйлемдерде және жақшаның ішінде көптік жалғаулар берілген. Солардың тиістісін қойып, сөйлемдерді толықтырып жазамыз. Түйе, түйелер, түйелер боздайды. Сиыр, сиырлар мөңірейді. Қой, қойлар маңырайды. Ит, иттер үреді. Келесі шығармашылық үзіліс. 48-ші жаттығу. Шеңбер бойына жасырынған түліктердің атауын тап. Онда жасырынған түліктер атауы сиыр, құлын, ешкі, жылқы, түйе және лақ. Енді өзіңе ұнаған түліктердің біріне арнап өлең құрастырып көр. Лағым. Келе қойшы лағым, селтеңдейді құлағың. Су ішіп ал кәнекей, сені күтіп тұрамын.